Сәлем. Бұл бейнеде мен сізге постер тақтасының әкімшісіне лауазым мен қызметкерді қалай қосу керектігін көрсетемін. Лауазымдарды орнату қызметкерлеріңіз үшін әкімші тақтасына және терминалға кірудің әртүрлі деңгейлерін беруге мүмкіндік береді. Сіз қызметкерлеріңізге жеке беттерді өңдеуге немесе көруге рұқсат бере аласыз, немесе керісінше оларға кіруге тыйым сала аласыз. Әдепкі бойынша постер панельдің әкімші бөлімдеріне және терминалға кіру құқығымен 6 позицияны жасайды. Тіркелгіге және қолданбаларды орнатуға толық рұқсаты бар иесі бұл лауазымды тек тіркелгі жасаушы алады. Оны басқа біреуге тағайындау немесе жою мүмкін емес. Сондай-ақ, осы лауазымның поштасына тіркелгідегі деректермен жұмыс істеу туралы кез келген сұраулар келеді. Мысалы, жою немесе көшіру, тіркелгіге толық кіру және қолданбаларды орнату мүмкіндігі бар менеджер. Бұл лауазым иесінен ерекшеленеді. Өйткені оны өңдеуге және жаңа қызметкерлерге беруге болады. Әйтпесе ол иесімен бірдей құқықтарға ие. Терминалмен жұмыс істеуге және залды басқаруға барлық тапсырыстардың өңделуін және жабылуын көруге болатын зал әкімшісі. Мәзір бөлімдерімен қоймаға кіру мүмкіндігі бар қоймашы. Тек статистика және маркетинг құралдарымен жұмыс істейтін маркетолог және әкімші панеліне кіру мүмкіндігі жоқ. Бірақ терминалмен жұмыс істеу мүмкіндігі бар даяшы. Қосымша жұмыс орнын жасау үшін әкімші панеліндегі лауазымға кіру қойындысын ашыңыз. Қосу түймесін басыңыз. Лауазым атауын жазыңыз. Сіз қол жеткізе алатын жүйе немесе әрекет бөлімдерін белгілеңіз. Терминалға кіру кезінде лауазымға залды басқару немесе сату терминалымен жұмыс істеу мүмкіндігін ашыңыз. Әкімші панеліне кіру кезінде қызметкерлеріңізге әкімші панелінің белгілі бір бетіндегі ақпаратты көруге немесе өңдеуге рұқсат беріңіз, немесе олардың кейбір беттерге кіруіне жол бермеңіз. Шолу параметрі тек про тарифі үшін қолжетімді. Қолжетімсіз және толық қолжетімділік барлық тарифтерде конфигурацияланады. Қолданбаға кіру рұқсатында белгілі бір лауазымдарға қолданбаларды иесінің рұқсатынсыз орнатуға рұқсат етіңіз. Егер сізде тұрақты курьерлер болса, оларға поста теория қолданбасымен жұмыс істеуге рұқсат етіңіз. Жалақыны есептеу кезінде лауазымға сағатына, ауысымына немесе айына белгіленген мөлшерлемені көрсетіңіз. Сондай-ақ, лауазымның тамаша сатылымының пайызы немесе бүкіл ауысымдағы жалпы сатылымның пайызы. Жалақыны есептеу тек бизнес және про тарифтерінде қолжетімді, және оны қосу үшін параметрлер жалпы бөліміне өтіп, әкімшілік параметрлер бөлімінде қызметкерлердің жұмыс уақытын ескеру құсбелгісін қойыңыз. Егер сізге қызметкерлер тағайындалған лауазымды алып тастау қажет болса, оларды басқа лауазымға ауыстыруға болады. Қажетті лауазымның жанындағы 3 нүктені басып, жою пәрменін таңдап, қызметкерлерге басқасын басыңыз. Жаңа қызметкер қосу үшін қызметкерлерге кіру қойындысына өтіп, қосу түймесін басыңыз. Қызметкердің атын жазып, лауазымға тағайындаңыз. Лауазымның мүмкіндігіне қарай әкімші тақтасына, терминалға немесе қолданбаға кіру үшін деректерді енгізіңіз. Әкімші тақтасына кіру және поста теория қолданбасына кіру үшін авторизациялау үшін кемінде 6 таңбадан тұратын электрондық поштамен құпия сөзді енгізіңіз. Терминалға кіру үшін, қызметкер бағдарламаға кіру үшін бірегей 4 таңбалы пин кодын тағайындаңыз. Ресейден терминалда жұмыс істейтін мекеме үшін салық қызметі қызметкерінің мәліметтерінде енгізіңіз. Фиона Чики женен қызметкердің картасын жою үшін 3 нүктені басып, жою пәрменін таңдаңыз. Лауазымдарды дұрыс орнату қызметкерлеріңіздің мүмкіндіктерін дұрыс бөлуге және жұмыс процесін бүкіл команда үшін одан да ыңғайлы ұйымдастыруға көмектеседі. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдарыңыз тамаша өтсін.